Бүгін, яғни 2 мамырда мұсылман қауымы үшін ұлық мереке ораза айт басталады. Мейрамның бірінші күні мешіттерде жамағатпен айт намазы оқылады. Ораза айт мерекесін 3 күн бойы тойлайды, бірақ ресми демалыс қарастырылмаған. Айт сөзінің өзі мереке, мейрам деген мағынаны білдіреді. Енді осы ораза айт қалай тойлануы керек? Ораза айт күндер әрбір мұсылманның шаңырағында бауырсақ пісіріліп, ет асылып, мерекелік мол дастархан жайылады. Туған туысқандар, көрші-қолаң бір-біріне қонаққа барып, айт мерекесімен құттықтайды, сыйлық береді. Дәстүр бойынша бұл күні мұсылмандар бір-біріне ораза айт қабыл деп жылы лебіздерін білдіреді. Ренжісіп қалған ағайын-туыс, жора-жолдас бір-бірінен кешірім сұрап, өкпе-назын ұмытуы керек. Сонымен қатар, ораза айт мерекесінде тұрмысы төмен отбасыларға, жетім-жесірлерге қол ұшын созған абзал.